Қайролла Айтбаев 1941 жылдың 1 сәуірі күні Ақкөл совхозында дүниеге келген. 1954 жылы 7 жылдықты Екібастұз совхозында бітірді. Өзінің еңбек жолын 17 жасында механизатор болып бастады. Адал еңбек үшін 1961 жылы Целиноградта тың және тыңайған жерді игерген бір топ жастармен бірге медальмен марапатталды. 1965 жылы Қайролла Қайыргелдіұлы комсомол хатшысы болып тағайындалды. Содан кейін ол өзінің алғашқы мақалалары мен жазбаларын газеттерге жаза бастады. Комсомол секретары болып жүрген кезде, сол алғы орысша баяндама жасайсығанда, соған газеттерді көп оқу керек, кітаптарды оқу керек, газеттерді көшіріп жазасың. Мақала орыс тілді, өзіміз грамотасы жоқ, 7 жылдық біліммен. Сөйтіп жүріп, сол мақала жазып, содан Қызыл ту газетінің журналистері келді. Содан интервью аламды, комсомол секретары болып тұрған кезде. Содан интервью алғанда мен мақаламды көрсеттім. Өркеш бастар деген. Сосын кафедегіне коммунистік еңбек Краснокутскийдің ауданның газетінің аты. Соны көрсеткем, соны ойбай бізге мақала жазып тұрады. Содан мен мақала жазып жазғанды олар кәдімгідей гонорар төлеп тұрды. Әрбір мақалаға сайын соны одан радио, облыстық радио көшіріп хабар беріп тұрады менің материалдарымнан. Содан бір 3 кітап шығарды, сол мақалаларын жинақтап. Немерелерім, балаларым оқысып, 50-50-ден 150 экземпляр. 1965 жылы Қайролла Қайыргелдіұлының Өркеш бастар, Ақ әтешім өтпей қалды сатиралық шығармалары мен көптеген әңгімелері шыға бастаған. Автор шығармаларында көбіне қазақ қоғамының шынайы келбетін жасырмай бейнелейді. Қайролла Айтбаев Ақкөл және Екібастұз совхоздарының тарихы мен адамдарына арналған 3 кітап шығарды. Автордың шығармалары 50 жылдан астам уақыт аудандық коммунистік еңбек және Вперед алға газеттерінде, облыстық Қызыл ту, Сарыарқа самалы газетінде, республикалық социалистік Қазақстан, Егемен Қазақстан және салалық Қазақстан мұғалімім газеттерінде, сондай-ақ қалалық Отарқа газетінде жарық көрген. 90 жылы істеп, мен Степной совхозына барып, командировкаға. Сол Степной совхозында ол кезде бастармен жолығып, Степной совхозының туған, Әлке Марғұланның туған жер екен, академик. Мен соның атын сұрап барған бастарымен. Содан олардың бәрі қашып кетті. Мені кездескісі келмеді. Содан мен ауыл шаруашылығына мәлімет алып, соны қайтып келіп, мақала жаздым, Степной совхозының атын, Марғұлан аты берілді деп, облыстық газетке де жаздым 90 жылы. Шоманов деген кездестірдім Степной совхозында. Ол кезде орыстар көп арына. Содан ақыры Марғұлан атын алды ғой енді. Жаңағы ризамын енді оған. Бірақ алғашқы рет жазған... Алғашқы мен бірінші жазған мен. Оны қашан, қай жылы көтерді? 90 жылдары. 90 жылдары осы кітаптың ішінде бар олар. Бірақ ол кезде ешкім елемеді. Елеген жоқ, қайда онда. Сол қаңта барып жүгіріп келді, мына мақаланы қайда ол материалым бар. Мен газет академия екенін білем, жай енді газеттерін алып, ертіп солы нетесің ғой енді, ғылым еңбектерін алып, ертіп, ой, мұна көтеретін мәселе екен деп, сосын ода қосып жазды. Содан менен бастап, Степнойдың атыға алғашқы ұсыныс жасаған мен едім. Қайролла Қайыргелдіұлы жұбайы Фаина Шәріпбаевамен бірге 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірді. Олардан бүгінде 4 немере жиен сүйіп отыр. Педагогикалық еңбек ардагері ауыл мектебінен басқа Екібастұз қаласының нөмірі 18-ші, 11-ші және 4-ші мектептерінде жұмыс істеді. Қарағанды университетінің түлегі филолог Қайролла Қайыргелдіұлы өңірде алғашқылардың бірі болып 3-ші дәрежелі даңқ орденмен марапатталды. Әмин десе мені бата, жарылғасын қыдыр ата, қыдыр қияласын, періште яласын, бақ берсін, бас берсін, ұзағадан жас берсін, ұрпақтардың асыл болсын, жақсылыққа жақын болсын, бата тілеген барлықтарға жүзгедегі жасты берсін. Жазымыз майлы болсын, қысымыз жайлы болсын, Қазақстанның дамуы дүниежүзінің алды болсын, Қазағымыз миллиард болсын, қаһардан жау шошсын, даналған халқымыздың бүкіл әлем басын исін, Құдайым оңдасын, әлемде бейбітшілік орнасын, аспандағы ай мен күннің шапағатымен ұрлансын. Жаман үміттен құтқарған Алла Тағала нәсіп ете көрсін. Аллаху акбар.